Қымбатты достар, бүгінгі сұхбат осы 2023 жылы өткен мәжіліс пен мәслихаттар сайлауына арналады. Қадірлі қонағымыз саяси сарапшы Айдар Әбіребаев. Айдарға қош келдіңіз. Осыдан 4 жыл бұрын, 2019 жылы 19 наурыз күні сол кездегі президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің билігін қазіргі президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа тапсырды. Арада 4 жыл өтті. 2023 жылы 19 наурызда мәжіліс пен мәслихаттар сайлауы өтті. Неге осы күн таңдалып алынды? Осында қандай да бір саяси астар бар ма? Меніңше жоқ. Араға 16 жыл салып, осы сайлау жүйесінде өзгерістер енгізілді. Есіңізде болса, 2007 жылы жаңа депутаттарды халық тікелей сайлаудан бас тартып, жаңа партиялық тізіммен сайлау басталды. Сол кезде де біз демократияға бара жатырмыз, бұл жаңа Қазақстан деп ұрандатқан еді. Араға 16 жыл салып, жаңағы ескі жүйені қайтарды. Яғни депутаттарды халық өзі сайлай алатын жүйеге өттік. Бұл жерде де ұран сол. Бұл демократиялық жол, бұл жаңа Қазақстан. Сонда қайсы ұранымыз дұрыс? Дұрыс айтасыз. Ол мажоритарлық және пропорционалдық жүйе ғой. Қазір енді қарасаңыз, дамыған мемлекеттерде көбінесе пропорционалды жүйе қалыптасқан. Бірақ та бізді қазір қарайтын болсақ, мысалы, біз осы мына 30 жыл тәжірибеміз бар. Ішінде жалпы мажоритарлық жүйесі де болған, мысалы, партиялық жүйеде. Бірақ та мысалы мына суперпрезиденттік жүйеге көшу жолында, мысалы, пропорционалдық жүйе көп үлес қосты. Парламентке, маслихаттарға жеке тұлғалар өкінішке орай кіре алмады. Сөйтіп, енді партиялардың өзі бір кәдімгідей қалтадағы жүрген бір не сияқты болып қалды. Қалта партиясы деп. Пульт сияқты. Сөйтіп ана жоғардан президент әкімшілігі барлығын билеп отырды. Бүкіл сайлаудың жалпы қорытындысын өздері шығарып, одан кейін мысалы жариялап бергенін де көргенбіз, басымыздан өткен дүние. Қаңтарда билік үлкен бір жалпы сыннан өткен сияқты. Сондықтан енді бұлар да ойланып, қойш жарайды, халыққа да бір мүмкіншілік берейік. Халықтан айтатындар ойы терең, мысалы, беделді, жігерлі азаматтарды тартайық билікке. Осы мына парламенттің жүйесінде, мысалы, бүкіл барлық дискуссияларды сол парламент қабырғасында естейік деген ой шықты. Неге десеңіздер, енді демократияның негізгісі ол даладағы митинг демократиясы емес, ол кәдімгідей парламенттік жүйесінде жалпы өркениетті түрде жалпы талқылау. Бізде енді қарасаңыз, бірталай енді қоғамға маңызды мәселелер кейбір жағдайда осы митингпен шешілгенін де көрдік. Мысалы, жер мәселесі шыққанда, сонда бүкіл барлық халық далаға шығып, осындай қарсылық білдірді. Одан кейін жер комиссиясын жасадық. Кейін тағы демократияға байланысты бірнеше комиссиялар қалыптасты, солай ғой. Ал олардың барлығы, мысалы, меніңше, осы ең маңызды мәселелер парламент жүйесінде болу керек. Парламенттің ішінде талқылау керек. Жақсы. 7 партия өкілі өтті. Парламент жасақталды. Расында сіз айтып отырғандай, митингсіз парламентте біз ұлттық мәселелерді талқылай аламыз ба? Осы 7 партияның ішінде оппозициялық ой айта алатын, өзінің көзқарасын білдіре алатын партия бар ма? Орынды сұрақ. Шынында да енді қарасаңыз, әрине кейбір шектеулер бар. Мысалы, қазір қарасаңыз, бірнеше партиялар тіркеуден өкінішке орай өте алмады. Қазір енді құжаттарын барлықтарын зерттеп жатыр. Ол енді өте келе тағы тіркелетін шығар. Енді өз-өзін оппозиция дей беретіндер бар. Бірақ та оның маңызын түсіну керек. Оппозиция деген, оны конструктивті оппозиция болу керек. Мысалы,
оның бүкіл жетістіктерді, жақсылықтарды сырып тастайтын оппозиция емес, кәдімгідей дөңгелек үстелге отырып, кәдімгідей өз ұсыныстарын берсін, Мәселе сода ғой. шешімдерін бағалап, оны көрсете білсін. Мысалы, қазір енді ОСДП оппозициялық партия деп жатыр, бірақ та мен дебатта да үңіліп тыңдадым, мысалы. Бірақ та өкінішке орай бірде-бір мәселелерді жалпы нақты оның шешімдерін, я болмаса бір мынандай бір мына ұсынысты жетілдірсек, осындай жетістікке жетеміз деген сондай бір нелерді қойған жоқ. Әзірше нақты шынайы оппозициялық партиялар сайлауға түскен жоқ. Жақсы, өте дұрыс айттыңыз. 5%-ға дейін төмендетті партияларды тіркеу жүйесін. Өкінішке қарай Алға Қазақстан, демократиялық партия, немесе жаңағы ел тірегі саяси ұйымы секілді партиялар мен саяси ұйымдар әлі күнге дейін тіркеуден өте алмай жүр. Оның себебі не? Меніңше жалпы оның объективті және субъективті факторлары бар. Объективті деген жалпы оның енді партияның негізгі мақсаты не? Мақсаты ол билікке жету, осы билікті сақтап қалу, өз қолында ұстау. Және дұрыс билікті өткізу, халықтың жалпы көңілін аулау деген сондай бір ойлар ғой. Ал мысалы біздің оппозициялық кейбір лидерлер, олар тек қана өз қамын ғана ойлайды. Ой, мен өз байлығымды қалай сақтап қалам, я болмаса билікке қолым қалай жетеді, я болмаса биліктен кеткендері бар, кейбіреулер мысалы. Сондай бір өз жеке бір мәселелерді шешумен айналысатын адамдарда көбінесе. Сондықтан осына халықтың өзі аса ондай оппозицияға сеніңкіре бермейді. Ал мысалы нақты оппозиция, былай жүйелі түрде оппозиция десек, олардың альтернативті бағдарламасы болу керек. Қазір өкінішке орай жалпы оппозициялық мәдениетте бізде қалыптаспаған. Аманат партиясы жаңа адамдар құрамына қабылдап жатыр. Ринат Саитов, Мақсат Толықбай, Нартай Аралбай, Дәулеттен секілді халыққа өте танымал жігіттерді қатарына қосты. Ол жігіттердің аргументі біз Аманат партиясының ресурстарын пайдалану арқылы өзіміздің ойымызды жүзеге асырамыз. Себебі ол жерде ақша бар, мүмкіндік бар деп айтып отыр. Қалай ойлайсыз? Керісінше Аманат партиясы солардың беттерін пайдаланып жатқан жоқ па? Енді бұл өйткені бұл саясат қой. Ол екі жақты дүние. Мысалы, саясатта әртүрлі әдістерді пайдалануға болады. Ары қарай көре жатармыз қалай. Мысалы, Ринаттың өзі айтып жүрген жан айқайын, мысалы, қалай жеткізе ала ма, жеткізе алмай ма, мысалы, орындай ала ма айтып жүрген дүниелерін. Соны, мысалы, ол пайдалана ма? Жоқ, партияның өзі сол Заитовты аманатқа айналдыра ма деген ой. Әрине. Яғни саяси сарапшы ретінде сіз де сын көзбен қарайсыз. Онсыз болмайды. Экзитполдың қорытындысы бойынша қолымыздағы бар мәліметке сүйене берейін. Қазіргі жағдайда бірінші орында Аманат партиясы 54%-дан асады. Екінші орында Ауыл партиясы 10%-дан асады. Үшінші орында Республика партиясы 7%-дан асады. Олардың сайлау алды үгіт насихаты мықты болды ма? Жоқ әлде осы партияға келген ел сыйлайтын адамдардың беттері рөл ойнады ма? Жоқ әлде расында осы партиялардың бағдарламалары мықты болды ма? Енді әртүрлі факторлар ғой. Мысалы, мына Аманат партиясын айтатын болсақ, олардың бағдарламасы өте күшті. Меніңше, олар дұрыс бағытты ұстаған осы бағдарламаны, сайлау бағдарламасын жасағанда,
олар ең бірінші халықпен ақылдасып жасап, кәдімгідей жан жақтан ұсыныстарды жинап, кәдімгідей жинақтап, бір 10 принциптерін, 10 позициясын ашып айтты. Осындай мынандай мәселелерді біз нақты бұл ең өзекті мәселелер деп қойды. Одан кейін оның шешімдерін, жалпы механизмдерін бәрін анықтап көрсетті. Ал мысалы ауыл партиясын алатын болсақ, ауыл партиясы көбінесе ол жалпы біздің енді халықтың жалпы ойынан шыққан жалпы ауыл болса, біз кәдімгідей ауылды қолдайық, ауылға бір көмек болсын. Ауылдан шыққан жалпы беделді адамдар жалпы осы ауыл мәселесін ортаға салсын деген ауыл партиясының бағдарламасы мықты болмады ма? Енді меніңше ол бір тек қана бір саланы ғана меңгерген бір не ғой? Партиялық бағдарлама. Көбінесе осы ауылдық жерлерге жалпы бағытталған. Ал мысалы, меніңше саяси партияның жалпы негізгі жүйесі ол жан-жақты болу керек. Мысалы, қаланың да жағдайын, жастардың да, үлкендердің де, әйелдің де, ердің де, баланың да барлық мәселелерді қамту керек та, мысалы. Енді дегенмен де осы жағынан, бірақ та мысалы қазақтың ауылы Жигули сияқты жүрмей тұр. Ол шын. Дегенмен де осы Жигули ағамыз мына президенттік сайлауға қатысқалы бері жалпы осы партияның жалпы бір ең бірінші фронтмен дейміз ғой, сөйтіп келді. Соның нәтижесі оң болды. Ол факт. Содан кейін мына республика партиясын алатын болсақ, республика партиясы меніңше қазіргі деңгейдегі осы қоғамның өзгеру процестеріне сәйкес келді. Жалпы бір соның көңінен шықты. Осы диванный эксперттер бар, мысалы жас бизнесмендер бар, ішінде жалпы әлеуметтік желілерде жүрген, өмір сүрген балалар, студенттер, барлықтары соған жалпы қызығушылықпен қарағанын көреміз. Олардың бағдарламасы шынайы әлі жалпы оны жетілдіру керек. Толық піспеген бе? Толық әлі піспеген. Бірақ та олардың ұтымды жағы, олар жаңадан тіркелген, жаңа партиясы, жаңа қадамдар, жаңа адамдар деп бекер айтпаған. Жаңа адамдар келсе, бірте-бірте олар да бір нақты бір бағдарлама келер. Яғни бір немен аванспен берілген не сияқты да, меніңше. Саяси сарапшы ретінде сіздің сөзіңізге сүйенсем, әлі күнге дейін партиялардың бағдарламалары бірінші орында емес, олардың ұрандары, олардың дақпырттары, олардың үгіт насихаты бәрібір бірінші орынға шыға береді ғой. Қарасаңыз, мысалы, енді бағдарламаларға сүйенетін болсақ, мысалы, мына Аманат партиясы және мысалы Ақжол партиясының жалпы бағдарламалары күшті. Жақсы жасалынған, жалпы кәсіби деңгейі жоғары. Басқалар, мысалы Байтақ партиясы, ол өте өзекті, керекті мәселе, мысалы экология мәселесі. Бірақ та олар өкінішке орай ол бағдарламасын кішкене дұрыстап, жақсылап бір ашып көрсете білмеген. Айдар мырза, тағы бір мәселе, жаңа айтып жатырмыз ғой, бір мандатты округтан өту. Осы жерде, мысалы, өзін-өзі ұсынған кандидат пен Аманаттың немесе басқа партияның атынан түскен кандидат сайлауда тең дәрежеде. Өзіңіз ойлаңызшы, енді партияның қалай дегенмен де мүмкіндігі мол, ресурсы көп. Осы жағынан шын. Ал мен өз-өзімді, немесе сіз өз-өзіңізді ұсынып отырсыз. Әділетті ме? Меніңше жоқ, ол да бір өзгертетін мәселе. Мысалы, қазір әсіресе осы мына жергілікті маслихаттарға, мысалы, көбінесе осы жеке тұлғаларға мүмкіншілік жасау керек.
білмеймін. Мүмкін сол ана партиялық жүйені алып тастау да керек шығар, мысалы маслихаттарда. Жеке тұлғалар бір-бірімен жалпы бір бәсекеге Тең түсіп, дәрежеде. кәдімгідей тең дәрежеде шығу керек. Оларға да көмек, қаржылай көмек көрсету керек. Оларға да бүкіл жағдайды жасау керек, мысалы. Ол неге десеңіз, жергіліктің негізгі қарапайым мәселелерді шешуге бағытталған жүйе. Ол нақты өмірді өзгертетін шешімдер. Мәжілісте жарайды, мәжілісте партиялық жүйелер бір-бірімен партиялар бәсекеге түсіп, өз бағдарламасын орындау мүмкін. Ол бір стратегиялық, я болмаса заңға деген бір өзгерістер енгізу, ол халықтың негізгі керектілігін шешпейді, ол мысалы бүгінгі мәселелерді. Стратегиялық заңдарды қабылдауға атсалысады. Оларда партиялар кіріссін, бір-бірімен бәсекеге түсіп, кәдімгідей сөйтіп, енді бір келісімге келсін. Ал мысалы жергілікті жүйеде әрине нақты, мысалы жол мәселесі, су мәселесі, денсаулық мәселесі, қауіпсіздік мәселесі, тағы басқалар жергілікті осы райондағы бар нәрселердің барлығын ортаға салып, кәдімгідей соны бақылап отырғанға жеке тұлғалар әрине оның қабілеті де, күші де, беделі де жетеді. Мәжіліс немесе әртүрлі деңгейдегі мәслихаттарға үміткерлердің саны 12 мың. Рекордтық көрсеткіш. Ал сайлаушылардың белсенділігі бойынша ең төменгі рекордтық көрсеткіш орнаған жаңа айтып өтті. Бұл қандай қарама-қайшылық? Депутат болғысы келетін адамдар өте көп. Шамадан тыс десек болады. Бұлардың бәріне не болып қалды? Әлде бұл да бір модаға айналды ма? Білмеймін. Әрине, бұның да бір себептері болуы мүмкін. Қазір енді қоғамның өзі кішкене бірте-бірте ояна бастады да, мысалы. Сана сезімі, мүмкіншіліктері және әлеуметтік лифтілер дейміз ғой. Сол депутаттық дәреже, ол бір әлеуметтік лифт сияқты. Соған бәріктері ұмытылып, жалпы мен бірінші болам, мен жоғарыға жетем дегендер баршылық. Ол да жақсы нәрсе. Ол бір адамның жалпы бір энергиясын, мүмкіншіліктерін көтереді да, мысалы, еңсесін былай. Мен де айта аламын, мен де бара аламын, мен де жоғарыда отырғаннан кем емеспін дегенде. Меніңше жалпы 12 мың емес, 12 миллион болсын жалпы үміткерлер. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Ол қайта қоғамның жалпы сапасын жетілдіреді. Бірнеше үміткердің ұсынысын орталық сайлау комиссиясы кері қайтарды. Енді әртүрлі уәждер бар, заңнамаға сәйкес келмейді деген секілді. Оның ішінде танымал адамдар да болды. Сырымтау болды, актер Қазақстанның халық артисі Тұңғышбай Жамалов болды. Расында заңнамаға сай келмеді ме, жоқ әлде олардың атақ даңқынан қорықты ма? Екеуі де болуы мүмкін. Әрине, енді жоғарыда да айтылды ғой, мысалы, мемлекеттік жағынан, мемлекет басшылардан кейбіреулер, мысалы, олар да қоғамға аса сене бермейді. Ішінде жалпы кейбір ой-пікірлерге, жалпы ой-пікірлерден қорқуы мүмкін. Ол бір енді сондықтан сол бір технологияларды пайдалану мәжбүр кейбір жағдайда. Мысалы, енді кейбір партияларды тіркемеген себебі ол да осы. Ертең жарайды, ертең бұларды жіберетін болса, ертең мәжіліске келіп, кәдімгідей біздің ұсынған кейбір заңдарға, мысалы, кедергі жасайды. Я болмаса қоғамның жалпы біркелкі бір ой пікірлерін бұзады дегендей сондай бір ой шығуы мүмкін. Бұл дұрыс па, бұрыс па?
Әрине, оның да бір шектеуі болу керек та, мысалы, заңсыз тұлғаларды былай ысырып тастау ол дұрыс емес. Мысалы, Енді ол адамның құқығы шектеу ғой. Иә, әрине. Кезінде гректердің де айтқаны бар ғой. Орысша айтайын, закон для одних, он возможность, а для других ограничение дейді. Білімділер заңнан аттап кетеді, білімсіздер оған жалпы одан шыға алмайды деген. Енді әділетті Қазақстан қайда қалды? Иә. Әділетті Қазақстан сол ең бірінші әрине заңдарды дұрыстап жасау керек. Мысалы, біз қазір кейбір заңдарда мысалы қарама-қайшылықтар бар, кемшіліктер бар. Оны да жасаған адамдар ғой. Кезінде біз сайламаған адамдар, билік сайлаған адамдар, мысалы биліктің жолмен жүрген адамдар, соны жағымпаздықтан шыққан заңдар, соны да өзгерту керек әрине. Тағы бір өзекті мәселе, егер депутат уәдесінде тұрмаса, депутаттық мандатты қайтарып алу. Императивтік мандат дейді. Бұл қалай жүзеге асады? Депутатқа өзінің бағдарламасындағы уәдені орындауға қанша уақыт беріледі? Қалай қайтарылып алады? Жоқ, оны енді егжей-тегжейін білмеймін, бірақ мысалы бірінші жылы ол императивтік мандатты пайдалануға болмайды, және соңғы жылы, мысалы 5 жыл мерзімі бар ма, сол бірінші жылы енді бірінші жұмыс істеп көрсін, ары қарай уәдесінде тұрмайтын болса, онда әрине ерекше бір комиссия құруы мүмкін, мысалы мәжіліс ішінде. Мысалы комиссия құрып, кәдімгідей осындай мына кісі мынандай болды. Я болмаса жалпы сайлаушылардың өзі бір кәдімгідей ұсыныс жасауы мүмкін билікке, солай ғой? Пәленше. И одан кейін бір служебный расследование дейді, сол немен жасалынатын дүние сияқты. Сайлау жүйесінде бірнеше өзгерістер енгізілді. Мәселен, жаңағы 5%-дық партияларды тіркеу, депутаттардың санының 98-ге түсуі, жаңағы Қазақстан Халқы Ассамблеясының квотасын алып тастауы, мажоритарлық жүйенің енгізілуі, осы сияқты сайлау жүйесіндегі өзгерістер халықтың сайлауға деген жауапкершілігін, сайлауға деген ынтасын арттыра алды ма? Меніңше, енді оны толығымен бүкіл көңілден шықты деп айта алмаймын. Мысалы, ол да бір жолда келе жатқан өзгерістер ғой, мысалы. Бүгін былай болады. Одан кейін, мысалы, қорытындысын шығарғанда, мысалы, осы тәжірибені дұрыстап зерттеп жан-жақты осындай бір кемшіліктер шықты. Оны қалай өзгертеміз деген, оны да, мысалы, парламент жүйесінде оны өзгертуге болады. Мысалы, сырттан келген сарапшыларда, мысалы, бақылаушыларда, олардың да пікірлерін тыңдау керек. Мысалы, олардың да ұсыныстарында, мысалы, бір тиімді нәрселер болуы мүмкін. Оларды да пайдаланып, жалпы жүйені ары қарай жақсарту жолдарын іздестіруіміз дұрыс. Яғни бұл да өтпелі кезең. Иә, әрине. Ол да бірден, мысалы, біз бір идеалды модельді жасадық, осымен енді мәңгілік жасаймыз деп қаламыз деп ойламаймын мен, мысалы. Жақсы. Оны да өзгерту керек, әрине. Қазір енді, мысалы, өзіміздің байқаушыларымыз, мысалы, олар да айтып жатыр ғой, бүгін деп таңертең тұрғанда бірден қарап көрсем, бір талайсын айтылып жатыр. Онда жалпы неге санамасқа? Саяси сарапшы ретінде қандай сын сіз үшін орынды болды? Осы сайлаудың өткізілуіне қатысты. Меніңше, жалпы мына маслихат пен мәжілістің жалпы екі сайлауды бөлек өткізу керек. Биыл енді екеуін біріктіріп, кейбіреулер, мысалы, қарапайым адамдар, оның, мысалы, дұрыс ажырата алмады да, мысалы,
ой, мәжілісің не, мәслихатың қайсысы, кім қайда баратынын барлықтар енді бюллетендердің енді қанша бір 4 бюллетень ба? Сол 4 бюллетенді дұрыс түсіндірмегені, мысалы. Мынау былай болады, мынау былай, егжей-тегжейін барлықтарын ашып, көрсетіп, түсіндіру керек. Демократия деген сол. Яғни саяси сауатты арттыру қажет. Әрине, оның саяси мәдениетін ары қарай арттыру осы демократияның бір іргетасы деп айтуға болады. Саяси мәдениет қалыптаспаса, әрине, кез келген адамдар оны пайдаланып қалуы мүмкін. Кейбір деструктивтік күштерде бұл жүйенің кемшіліктерін пайдаланып, жалпы өз мақсатына жетуі мүмкін. Экзит-полдың қорытындысы бойынша ең белсенді аймақ ол Қызылорда облысы, ең белсенділігі төмен аймақ ол Алматы қаласы. 25%-дан сәл асты. Бұл қалай? Алматылықтар, былай қарасақ, сауатты адамдар, оқыған, тоқыған, көз ашық адамдардың барлығы осы Алматыға ағылады. Бірақ саяси сайлаудың кезінде неге олар өте белсенді емес? Ол енді тарихи дүние болып қалыптасып жатыр. Кім Ғазиз Абишевті жазып жіберді ғой, бұл уже үйреніп қалған цифрлардың барлығы енді белгілі. Мысалы, Алматы президенттік сайлауда да сол ең төмен есін көрсетті. Ол бір. Екіншіден, әрине, Алматының, мен мысалы алматылықтар сайлауға, я болмаса осы науқанға қатыспады деп айта алмаймын. Алматылықтар барлықтарын бақылап нетіп отырды. Қадағалап отырды. Кейбіреулер диванный эксперт дейді, үйде жатып кәдімгідей сынға салғандары бар, қатысам, қатыспайтындары бар. Сондай. Енді мүмкін осы қаңтар оқиғасында қарасаңыз, мысалы, ең осы қиын нәрсе осы алматылықтардан өтті ғой, мысалы, алматылықтардың басына түсті. Сондықтан осы жүйені біздің алматылықтар бірден өзгере қоймас деп сондай бір ойға келген сияқты. Яғни сенім төмен. Сенімі аса әзір өз қалпына келген жоқ. Біз соғана посттравматический синдром сияқты болып қалған сияқты. Антирекордтық көрсеткіштер келді. Осы уақытқа дейінгі сайлауларға қарағанда қазақстандықтардың бұл жолғы белсенділігі ең төмен нәтижені тіркеді. Тек Алматыда ғана емес, бүкіл республика бойынша. Бұған не себеп? Әрине, ол біздің қазір, мысалы, енді мен былай қарасам, партиялар үгіт насихатын жаман жасаған жоқ. Жоқ, ол, мысалы, біз кезінде, Назарбаевтың кезінде біз не дедік? Бірінші экономика, одан кейін саясат дедік. Ал, мысалы, енді ол дұрыс бағыт емес, шынын айту керек. Саясат та, мәдениет те, экономика да бәрі бірге бір деңгейде қатар жүру керек. Біз қазір сол диспропорциядан әлі шыға алмай жатырмыз, мысалы. Бізде қазір қарасаңыз, экономикалық жағдайымыз өте күрделеніп жатыр. Халық, шынайы, енді қарасаңыз, ой, саясат қайда? Менің қалтамда тек тесік жүрсе, саясаттың керегі не деп айтатындар да бар. Мен үш барып, базардан, я болмаса мәшінеге отырып, бір таксовать етіп, мысалы, ақша табайын оның орнына деп жүргендер де бар. Ал, мысалы, қазір біз осы бүкіл қоғам сана сезіміне, мысалы, бір-бірмен байланысы бар екенін көрсетсек, мысалы, сен осы сайлауға бармасаң, өз даусыңды бермесең, ертең экономикаң да өзгермейді. Экономикаң өзгермесе,
мысалы білім саласы да дамымайды. Тағы басқалар. Енді сол бір-бірімен ұштастығын, бір-бірімен байланысын дұрыс түсінбесе, онда әрине қоғам сол деңгейде қалып қала береді. Биліктің өзі де мысалы соған үйреніп, халық не істесем де бәрібір үндемейді, бәрібір ешкім оған қатыспайды да, қызықпайды да, қарамайды да, әйтеуір қабылдай береді деп ойлап қалады. Халықтың өзі билікке сенбесе, мысалы шетелдіктер қалай сенеді, не істейміз? Соны өзгерту үшін біз әрине өзгертулерді және оған қатысуымызды ары қарай дамытуымыз керек. Енді мынаны қараңыз, 1994 жылдан бергі Қазақстанда өткізілген сайлаулардың барлығын Еуропа ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымы әділ емес деп таныған. 2023 жылы 19 наурызда біз жаңағы мәжіліс пен мәслихаттар сайлауын өткіздік. Бұл қаншалықты әділ өтті? Біздің сырт көзден қарап отырған сыншыларымыз дүниежүзілік саяси ынтымақтастықты қолдайтын ұйымдар әділ өтті деп тани ала ма? Мен бұл сұраққа басқаша бір жауап бергім келеді. Ең бірінші Қазақстанды ойлауымыз керек. Біз қазақтың мүддесін ойлауымыз керек. Яғни біздің өз бақылаушыларымызға көңіл аударуымыз керек көбінесе. Солардың көңілінен шықса сайлау, сол әділдік. Жергілікті жердегі әкімдер сайлауы осы жылдан басталады. Былтыр енді ауыл әкімдерін сайлау өтті, енді аудан әкімдері, облыс әкімдерін сайлау халықтың өз еншісіне өтеді. Осы тұрғыда бірнеше сұрақ туындайды. Енді қазақ деген руға, кланға бөлінгенді өте жақсы көретін халықпыз. Осы жергілікті әкімдерді сайлау нәтижесінде ру аралық араздықты арттырып алмаймыз ба? Кланға бөлініп кетпейміз бе? Мен кезінде бір мақалада былай дедім. Жалпы қазақ ол ру тайпаларға бөлінбейді, ол ру тайпалардан құралады. Деп ойлаймыз. Жоқ, дедім мен мақаламда. Дедім. Оны жалпы біз енді қазақ 300-ге бөлінеді деді. Бірақ та біз 300-ге бөлінбейміз, біздің 300-іміз бар. Яғни қырымыз. Тарихымыз солай еді ғой, бірақ осының барлығы биліктен басталды ғой. Сол бұрыс билікті, мысалы, бұрыс жалған жүйені өзгертуге қадам басуымыз керек. Жалпы. Сол жағын, әрине, қазіргі, мысалы, енді біз бір олигополиялық кландық экономиканы қалыптастырдық қой. Мысалы, Назарбаевтың өзінің, мысалы, жеке семьясының, туыс-туғандарының барлығын енді бұлай бөлек қойып, кәдімгідей оларға мүмкіншілік жасадық. Енді бұл жүйені өзгерту мәселесі жағынан туындап отыр. И мына мәселе, мысалы, рушылдық, туыс-туғандық дегендей сондай бір мәселелер, ол сол ескі жүйеден қалған бір ойма, көзқарас және әдеп. Соны өзгерту мәселесі. Мысалы, біз қазір сана сезімімізде жалпы қазақ екенімізді дұрыс түсінуіміз керекпіз. Экономика, саясат және мәдениет. Солардың үшеуін бірге ұстамасақ, біз дами алмаймыз. Біз, мысалы, ескі жолдан арылып, кәдімгідей жаңа жолға қадам басу үшін жаңа бір көзқарасымыз пайда болуы керек. Жаңа қарым-қатынастарымыз, бір-бірімен сыйластығымыз, бір-бірімізбен жалпы көңіл күйіміз, жағдайымыз, мүмкіншіліктерімізді барлығын соны бір сәйкес келтіруіміз керек та, бір кәдімгідей бір кодекс ретінде жасасақ,
оны жалпы жүзеге асырсақ, сонда біз бір жаңарған, кәдімгідей сана сезімі жоғары, бүгінгі деңгейге, халықаралық деңгейге жететін сондай бір қоғамға айналуымыз керек деп ойлаймын. Мысалы, енді әділетті Қазақстан деп отырмыз, оның ішінде әділетті, жауапкершілігі мол мемлекет және соған сәйкес қоғам. Осыдан бір жыл бұрын ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жолдау жасады. Оның ішінде көптеген саяси өзгерістер айтылды. Бір жылға қорытынды жасап өтейікші. Не өзгерте алдық, қай жағы әлі де ақсап жатыр? Енді конституциялық өзгерістер жасадық. Жалпы мына тұңғыш президентке арналған заңды алып тастадық. Астанамызды қайтып атын өзгерттік. Енді бұлай тез түрде бұлай шалып өтсек. Значит, нелер мерзімнен тыс президенттік сайлауды өткіздік. 7 жыл бір мерзім несін енгіздік. Енді президентіміз осы 7 жылдан кейін жалпы басқа президент болады бізде. Сол жүйеге келіп отырмыз. Мысалы, кезінде енді бірінші президент болғанда, мысалы, ол қанша шектеу болса да, конституциялық нелер заңда да белгіленген болса да, бәрібір референдум өткізді, ананы ұзартты, мынаны бүйтті, мынаны өзгертті, конституцияны өзіне басып алды. Сөйтіп, сондай бір өзгерістерді шектеу жасау, меніңше, қазір конституциялық сотты қайтадан енгізді. Солай ғой? Мысалы, сол конституциялық сот негізі жалпы адам құқықтарына үлкен септік болады деп сенемін мен, мысалы. Оның ішінде, мысалы, мына сайлау жүйесіндегі заң бұзушылыққа, мысалы, қарсы нететін, мүмкіншілік жасайтын. Тағы айтатын нәрсе, ол әрине осы партиялық тіркеу мәселесін жеңілдету. Және тағы болашақта, қазір осына сайлау біткеннен кейін, барлығы қорытындысын шығарамыз, ақырындап, бірте-бірте кезекте тұрған партиялар, олар да тіркеледі бұйырса. Қымбатты көрермен, бүгін бізде қонақта болған, өзінің ойын жасырмай ашық айтқан саяси сарапшы Айдар Әміребаев мырза. Келгеніңізге көп рахмет. Сізге рахмет, иә. Қанша пайыз өтірік айттыңыз? Қанша пайыз? Жоқ, мен ойлағанымды айттым, мен мысалы ешқандай не жоқ, жасыратын еш нәрсем жоқ. Өтірік жоқ қой? Жоқ. Барлығы шынайы ақпарат, шынайы сараптама? Шынайы, да, шынайы. Енді мен өз ойымды білдірдім, оған келіспейтіндер де бар, мысалы, ол әрине, онымен мен мысалы оны қолдаймын. Кезінде Американың президенті де айтып кеткені бар. Мне не нравится ваша мысль, но я готов отдать жизнь за то, чтобы вы имели право ее высказать. Яғни, кез келген пікірге ашықпыз. Айдар мырзаның бүгінгі айтқандарын қолдайсыз ба, жоқ әлде сізге ұнамай ма? Ашық пікіріңізді жазыңыз. Өйткені ол сіздің демократиялық өзіңіздің көзқарасыңыз. Дұрыс қой аға? Иә. Жақсы. Жақсы, аман болыңыз. Талқылайық, тіркеліңіз, пікір айтыңыз.